Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге өпе-пай тортын жасайтын боламыз. Бізге керек заттарды астына жазып қоямын. Ең алдымен су моншасында шоколадымыз бен сары майымызды ерітіп аламыз. Жұмыртқаға қантымызды қосып, біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Еріген шоколадымызды 40-50 секундтай суытып алып, жұмыртқа араласқан массамызға қосамыз. Және жақсылап араластырып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Егерде шоколадымызды суытпай жұмыртқаға қосатын болсақ, жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Ұнға қопсытқышымызды, какаоымызды қосып, жақсылап араластырып, електен өткізіп аламыз. Ұнымызды електен өткізіп алдық. Енді жан-жаққа шашырамас үшін алдымен күрекшемен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін массамыз біркелкі болғанша жақсылап миксерлейміз. Бұл массадан бізде 4 корж шығады. Диаметрі 24 см етіп алдым. Егерде сіздерде осындай форма болса, пергамент қағазын қойып, форманы қыссаңыздар, ортасы осындай шұңғылдау болып қалады. Егерде бұндай форма болмаса, пергамент қағазын алып, ортасына дөңгелек сызамыз. Диаметрі 24 см болу керек. 4 пергамент қағазын дайындап алдым. Енді әр қайсысына шамамен 5-6 ас қасықтай қамырымызды құйып, бірдей етіп жан-жағына жағып шығамыз. Дәл осылай қалған 3 формамызға да массамызды құйып, жан-жағына бірдей етіп барлығын жағып шығамыз. Барлық корждарымызды алдын ала осылай дайындап қоюға кеңес беремін, себебі корждарымыз өте тез дайын болады. Дайын болған корждарымызды қызып тұрған пеште 190 градуста 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болғанын зубочисткамен тексереміз. Корждарымыз дайын болды, енді крем дайындайтын боламыз. Кремнің заттары өте салқын және құрғақ болуы керек. Сливкиімізді ыдысымызға құйып, орташа жылдамдықпен миксерлеп алып, сәл қоюлана бастағанда оған қант ұнтағын, маскарпоне және творожный сырымызды қосып, жақсылап қою болғанша миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Тортымыз сырғып кетпеу үшін ең астына кішкене крем жағып, үстіне коржымызды қойып алдым. Әр коржымыздың арасына кремімізді жағып алып, тортымызды жинайтын боламыз. Тортымызды жинап болдық. Енді үстіне құятын шоколадты ганашымызды дайындаймыз. Шоколад пен сары майымызды су моншасында ерітіп аламыз. Дайын болған ганашымызды суытып алып, креміміздің бетіне құямыз. Ыстықтай құйсаңыздар, креміміз еріп кетуі мүмкін. Тортымызды өз қалауыңызша әсемдеуіңізге болады. Тортымыз дайын, ас болсын.